Қызмет бабында қаза тапқан қызметкерлердің құрметіне 1 минуттық үнсіздік жариялансын. Қазақта ер өлсе, ел үшін өледі, ел есінде мәңгі қалады дейді. Олар біздің жадымызда, жүрегімізде. Құрметті қаза тапқан батырларымыздың отбасылары, ел үшін ерлік еткен ұл қыздардың артында қалған сіздерге ұзақ ғұмыр, амандық, сабыр тілейміз. Қызмет бабында қаза тапқан біздің ішкі істер органдарының қызметкерлерінің осы жердегі тұрған туған туысқандарына, балаларына, ұрпағына үлкен тағзым етіп басын деймін. Қызметтеріңізде мен сіздерге тек қана жақсылық тілеймін, абырой тілеймін. Еліміздің тыныш болуы, біздің тыныш өмір сүруіміз сіздердің еңбектеріңіздің арқасында.